300 миллион жүлде үшін мен өлім ойынына қатысуға келісім бердім. Әр ойыншының басының үстінде құрылғы зат орналасқан. Оны еш жағдайда шешіп тастауға болмайды. Бұзған үшін бірден өлім жазасын береді. Көзімді ашқан сәтте құлағыма көп дауыстың сыбдыры естілді. Ал күңгірт бөлмеде жан-жақта әртүрлі адамдар топ-тобымен тұрған еді. Әрқайсының басында әлсіз жарықпен жанып тұрған құрылғы ілулі. Біреуінікі жылау, біреуінікі күлу, ал біреуінікі жүгіру. Оның үстіне мен өз басымда да дәл осындай құрылғы бар екенін сездім. Жарты минут өткен соң ғана есіме бәрі түсе бастады. Мен өлім ойынына жазылғанмын. Ұйымдастырушылар 300 миллион ақшалай сыйақы тігіп, ондаған адамды осы қатерлі ойынға шақырған. Ал бұл ойында ставка біздің өміріміз еді. Мен көп ойланбастан келісім шартқа қол қойдым. Қолымды қойған сәтте көз алдым қарауытып кетті. Сол сәтте қатты сирена дауысы шықты. Тыйымдар ойынына қош келдіңіздер. Назар аударыңыздар ойыншылар. Ойын ережелері мынадай. Бірінші, тыйымды бұзу қатаң түрде тыйым салынады. Әр ойыншының басында бір тыйым көрсетілген. Кім сол әрекетті жасаса, өледі. Екінші, басқаларға олардың тыйымын айтуға болмайды. Оны бұзғандар салдарына жауап береді. Үшінші, ойын аймағынан рұқсатсыз шықпаңдар, әйтпесе бірден жойыласыздар. Төртінші, ойында 4 кезең бар. Барлық кезеңнен өтіп, өз тыйымын дұрыс тапқан ойыншылар ғана аман шығып 300 миллионды бөлісе алады. 10 секундтан кейін ойын ресми түрде басталады. Өмірлеріңді бағалаңдар және ережені сақтаңыздар. Бірінші кезең, қорқыныш көпірі. Баршаңызға сәттілік. 10 секундтық кері санау біткенде алдымыздағы темір қақпа ашылды. Бірінші сынақ көз алдымызға көрінді. Бөлмеден шыға бергенде алдымызда биік жар қабақ тұр екен. Ал төменде қанға тоймағандай ауыздарын айқара ашқан қорқынышты қолтырауындар көп. Ал сол құрдымның үстінен тек 2 жартылай шіріген ағаш көпір өтеді. Мен қабағымды түйіп алдыңғы көріністі қарап тұрғанда дауыс үн қатты. Барлық ойыншылар 3 минут ішінде арғы бетке жетсін. Баяу жүргендерді бірге жинап қолтырауындарға тастаймыз. Дауыс әлі өшпей жатып, көп адам жарқабақ жиегіне қарай тұра жүгірді. Мұндай жанталасқан жарысқа әрине кей ойыншылар басында тыйымды байқамай бұзып қойды. Мен жүгіріп бара жатқан адамдар арасынан еш белгісіз кенет құлап түскендерді көрдім. Олардың құрылғылары жерге шашылып түсті. Онда өліп кеткендердің тыйымдары жазылулы еді. Бұл аяусыз көріністі көргенде онсыз да онша жылдам жүгірмейтінмен еріксіз баяуладым. Төмендегі судың бетіне қарап, өз тыйымымның шағылсын көрейін деп тырысқанмын, бірақ су өте лай екен, ештеңе көрсетпеді. Барлығының тірі қалуға деген құлшынысы өте жоғары еді. Әркім бар күшімен арғы бетке жетуге тырысты. Жылдамдық тіпті ессіз деңгейге жетті. Дәл сол сәтте күтпеген оқиға болды. Алда біреудің жан дауысы шықты. Артынша су шалп етіп түсті. Біреу құлап қалған екен. Лезде қанның иісі тарады. Адамдар таңданып дабырлап, алдыңғы жақта не болып жатыр деп барлығы тоқтап, адам сөзін аяқтамай жатып, қатар тұрған екінші көпірде де бір адам суға құлады. Бір сәтте бәрінің жүрегі мұздап кеткендей болды. Көпірдің бір бөлігі құлаған соң адамдар қимылсыз қалды. Алға да, артқа да жылжи алмады. Хаос күшейген сайын адамдар бір-бірімен сөйлесіп, байқамай тыйымдарын бұзғандар көбейді. Олар да бірден су түбіне құлады. Ақыры уақыт азайып, алда тұрған жетекші ойынның көптің арасынан ары қарай жүруге бел буды. 2 минуттан сәл асқанда адамдар біртіндеп арғы бетке өте бастады. Көпірдің бойына қарасам, әр жерде сынған тақтайлар өте көп. Мен де жылдамдата бастадым, бірақ дәл финишке жетер сәтте менен бұрын басып өткен берік көрінген бір тақтай аяқ астынан күрт сынды. Мен төмен құлап бара жатып, жаншыра жанымдағы арқаннан бір қолыммен ұстап үлгердім. Бірақ спортпен айналыспайтын менің күшім өте аз. Бұл қалыпта бірнеше секунд қана шыдайтын едім. Егер біреу көмектеспесе, құтылуым мүмкін емес еді. Мен үмітсіздікте тұрғанда бір адам маған жақындады. Жүзінде адалдық бар адам екен. Ол қабағын түйіп айналып тұрды да, «Тұра тұр, сені шығарып алатын бірдеңе тауып келемін». Ол ұзын жіңішке таяқ тауып маған созды. Мен бар күшімен таяқтан ұстап, оның көмегімен көпірге қайта шықтым. Соңғы секундтарда біз финишке жетіп үлгердік. Кері санау біткенде дауыс қатал дауыспен үн қатты. «Құттықтаймыз, бірінші кезеңнен өттіңіздер. Бастапқы 80 ойыншыдан тек 38 тірі қалды. Яғни жартысынан көбі алғашқы кезеңнен ақ қаза тапты. Егер маған көмектеспегенде мен де өлілер қатарында болар едім. Осыны ойлап маған көмектескен жігітке қарадым да шын жүректен алғыс айттым.
Аға, өмірімді құтқарғаныңыз үшін рахмет. Айтып тұрып оның басындағы құрылғыға көзім түсті. Оқып үлгерген сәтте селк ете қалдым. Онда 2-ақ иероглиф жазылған. Өзің туралы айтпа. Яғни ол мен деген сөзді айтса, сол сәтте өледі. Мұндай тыйыммен мүмкіндігінше сөйлемеген жөн. Тіпті мүлде үнсіз жүргені де жақсы. Бірақ мен оған алғыс айтып әңгімені бастап қойдым. Мен асыға оның аузын жабайын деп едім, ол артқа шегінді де, жарайды, көмектескеніме ола сонша әуре болмай-ақ қой. Атым Чен Суи. Мен сенен сәл үлкенмін, маған Чен аға деп айтсаң болады. Оның сөзін ести сала мен құтылғандай болдым. Ол диалектте мен сөзін айтпады. Содан соң мен өзімді таныстырдым. Менің атым Маю, маған Сиамо десеңіз болады. 5 минуттан кейін ұйымдастырушылар бізді екінші алаңға алып келді. Кең жазық алаңда қатарынан 10 шағын кабина тұр. Әр кабинаның есігінде 0-ден 9-ға дейінгі сандар жазылған, ал төбесінде өткір пышақтар ілінген. Бұл бізді турап тастамақ қой деп ойладым. Сол сәтте жоғарыдағы дауыстан хабар шықты. Екінші раундқа қош келдіңіздер. Жылтыраған пышақтар. Көріп тұрғандарыңыздай мұнда 10 бөлме бар. Олардың төбесі түгелдей пышақпен жабылған. Тиген жағдайда бірден өлім. Өтініш, қазіргі тұрған ретпен экрандан нұсқаулық шыққанын күтіңіздер. Сосын кезекпен бір бөлмені таңдап кіріңіздер. Барлық ойыншы бөлмесін таңдағаннан кейін 10 бөлменің 9-ында пышақтар түседі. Тек біреуінде ғана қауіпсіз. Сол бөлмеге кірген адам ғана келесі раундқа өтеді. Назар аударыңыз, әр раундта қауіпсіз бөлме қайта таңдалады. Сондықтан бір бөлмені алдын ала белгілеп қойыңыз. Түсіндіріп болған соң мен кезекке қарадым. Біздің жолымыз болды. Біз баяу жүргендіктен тізімнің ең соңғы қатарларында тұрдық. Сондықтан біз басқалардың таңдауларын алдын ала көре аламыз. Көп өтпей экранда алғашқы тапсырма шықты. Бірінші ойыншы таңдаңыз. Алдыңғы қатардағы жас жігіт ұзақ ойланбастан 6-шы нөмірлі бөлмеге кірді. Мүмкін 6 саны сәтті сан деп ойлаған болар. Ол кірген бойда экранда таңдау аяқталды деген жазу шықты. Бөлме есігі сарт етіп жабылды. 3 секундтан кейін сансыз пышақтар төменге түсті. Бөлмені бір сәтке қанға толтырды. Бұл көрініс тым аяусыз еді. Пышақ түспеген жалғыз бөлме ең сол жақтағы 0-ші бөлме. Экранда қауіпсіз бөлме қайта таңдалады. Келесі нұсқаулық дайындалуда. Бірнеше секундтан кейін келесі тапсырма шықты. 6 ойыншы алға шығып таңдау жасаңыздар. Бұл жолы ойыншылар саны раунд сайын өзгеретіні анық болды. Ешкім ешқандай заңдылық байқамады, сондықтан көпшілігі сәтті санын таңдады. 3 адам 7-ні таңдады, қалғандары 2, 5 және 8-ді. Тағы пышақтар түсіп, 7 ойыншының ешқайсысы тірі қалмады. Бұл жолы қауіпсіз бөлме. 3-ші. Бұл раунд сұмдық. Сен қандай нөмір таңдамақсың? Әлі шешкен жоқпын, бақылап тұрғым келеді. Ережеде қауіпсіз бөлме кездейсоқ таңдалады деп жазылмаған. Бәлкім бір заңдылық бар. Жарайды, саған сәттілік. Менің басыма ешқандай ой келмей тұр. Сондықтан өз сәтті санымды таңдадым. 9-ды таңдаймын. 9 мен үшін әрқашан бақыт саны. Ал сенің сәтті саның қандай? Мен ырымға сенбеймін. Сәтті саным жоқ. Уақыт өтіп жатты. Ал 10 бөлмеден бірін таңдау өте қиын еді. 34 ойыншыдан небәрі 5-еу ғана бөлмесін дұрыс тапты. Тіпті біреуі тірі қалғанына сол мезетте егіле жылады. Бірақ оның басындағы тыйымы жыламау деген еді. Осындай қиындықтан өтіп тірі қалған ол сол жерді тыйымды бұзып қаза тапты. Келесі тапсырма экранда пайда болды. Бұл жолы кезек Чен ағаға келді. Ол баяу алға қарай жүріп 9-шы нөмірлі бөлмеге жақындағанда менің санамда бір ой келді. Кенет мен бұрын байқамаған бір ишараны көріп қалдым. Миымда барлық бөлмелер ретімен тізіліп, заңдылық өзінен өзі ашыла кетті. Мен бірден Чен ағаға дауыстап, Чен аға, 2-шіні таңдаңыз дедім. Чен аға бұрылып, таңырқап маған қарады. Бақытқа орай ол маған толық сенетін еді. Түсіндірмесіз ақ ол дереу бағытын өзгертіп, ол 2-ші бөлмеге жетіп, ішке кірді. Есік бірден жабылып, өздігінен құлыпталды. Мен оның аман қалуын тағатсыздана күттім. Бірнеше секундтан кейін пышақтар бірінен бірі төмен құлады. Бірақ дәл Чен аға тұрған 2-ші бөлмеде пышақтар орнында тұрды. Чен аға аяғы дірілдеп сыртқа шықты. Ол маған келіп, сен 2-ші есікке кіру керектігімді қайдан білдің? Чен ағаға кейінірек бәрін түсіндіремін деп, қазір менің кезегім келді. Соңғы 3 ойыншы таңдауларыңызды жасаңыздар. Экрандағы жолды көріп мен сәл ойландым. Кейін шапшан алға басып 9-шы бөлмеге кіріп кеттім.
Артымдағы екі ойыншы да маған сеніп, артымнан ерді. Мен көзімді қатты жұмып алдым да, тек таныс сирена дауысы жақында ғана жеңілдеп демалдым. Екінші кезеңді сәтті аяқтағандарыңызбен құттықтаймын. Қазір тірі қалғандар 8 адам. Келесі кезеңге бара жатып, мен Чен ағаға өткен раундтағы заңдылығын айта бастадым. Әрбір қауіпсіз сан шын мәнінде LED экрандағы нұсқаулыққа байланысты, және сол нұсқаулықтағы сызықтардың жалпы санындағы саны цифрға тәуелді. Мысалы, бірінші раундта нұсқаулық былай болды. Сызықтардың саны 80, демек таңдау соңғы 0. Екінші раундтағы нұсқаулық бойынша 83, демек таңдау 3. Ченнің кезегі келгенде нұсқаулық сызығы 72-ні көрсетті, демек таңдау 2 деген сөз. Міне ойынның негізгі логикасы осында жатыр. Оқу расымен тағдырды өзгерте алатыны, жақсылықты жақсылықпен қайтаратынын түсіндім. Ченнің байыпты ой толғап тұрғанына қарап, мен күлімдеп келістім. Өзім болса тағы бір басты сұрақты ойлауға кірістім. Менің өзімнің тыйымым қандай? Жақын арада біз 3-ші кезеңнің алаңына жеттік. Коридордың соңында тек 2 есік тұрды. Құрылысы мен көлемі бойынша олар бірдей еді. Бір ғана айырмашылық олардың түсі. Бір есік қызыл болса, ал екіншісі күлгін түсті. 3-ші кезең үмітсіздік коридорына қош келдіңіздер. Сіз алдарыңыздан әдеттегі есікті көріп тұрсыздар, бірақ шын мәнінде бұл алып лабиринт. Әр есіктің әр жағында тағы есік жасырынып тұруы мүмкін. Және солардың бірі сізге әрі қарай таңдау жасауға мүмкіндік беріп жетелейді. Назар аударыңыз, мұнда тек алға жүруге болады. Кері қайтар жол жоқ, себебі күкірт қышқылы жақындап келеді. Соңғы сөйлемді естігенде мен артқа бұрылып қарадым. Алыста көзге көрінер-көрінбес жерде бізге судың ағысы жайлап жақындап келе жатыр екен. Бұл кезеңде не істеу керек? Мен де шешім таба алмадым. Басында бірнеше ойыншы менің таңдауымды күтті, бірақ менің реакциямды көріп, кейін біреудің бастауымен бәрі-бірден күлгін есіктің ішіне беттеді. Тек өткен раундта мен сақтап қалған 2 ойыншы бізбен бірге тұрды. Күкірт қышқылы жақындай бастағанда Чен киімінен бір түймені үзіп, 4 адамның өмірі мен өлімі үшін біз тоқтап тұра алмаймыз. Мүмкін ілгек таңдауымызды шешер. Егер түйме беткі жағына түссе, қызыл есікті, егер ішкі жағына түссе, күлгінді таңдаймыз. Түймені аспанға лақтырып, біз 4-еуміз оның қалай түсетінін қарадық. Нәтижесінде түйме беткі жағына түсіп, біз сәл ойлана қалып, дереу қызыл есіктен жүгіріп кірдік. Ұзақ коридордан өтіп, тағы 2 есік, жасыл мен қызғылт. Бұл өтіп кетер жер. Демек, алғашқы таңдауда нұсқа дұрыс шыққан. Қабырғалар ар жағынан айқайлаған дыбыстар естіліп жатты. Енді қай есікті таңдаймыз? Чен қайтадан жаңағы әдісті жасағысы келді, бірақ бұл жолы дұрыс болмас деді. 4 адамның өмірі сынар сәтте оның жүрегіне ауыр болып кетті. Сондықтан мен басқа ақымақша әдісті ұсындым. Мүмкін біз сәтті түстерімізге қарап дауыс берерміз. Сен ырымға сенбеймін деп едің ғой. Басқа әдіс жоқ болса, бірдеңеге сенуге тура келеді. Маған жасыл түс ұнайды, ал сендерге ше? Маған да жасыл ұнайды. Қалған екеуі, олар өткен раундтан кейін екеумізге де алғыс айтқан еді. Қыздың ерекше тегі бар, оның аты Лойе деп атайды, ал басындағы тыйымы аяқ киімді шешпеу. Ол да бірден жасыл түсті таңдады. Баланың аты Тян-Тян, оның тыйымы саусақ тістеу. Бақытына орай, бұл бұндай жасайтын жастан өтіп кетті. Осындай жасында неге осындай өлім ойынына қатысқаны түсіну бізге қызық болды. Әрине, ол бала да жасыл түсті таңдады. Біз жасыл есіктен өтіп, келесі ұзын коридорға кірдік. Коридор соңында тағы 2 есік көк пен қызғылт сары түсті тұрды. Ережелерге қарағанда бұл лабиринт біздің ойлағанымыздан да әлдеқайда үлкен болуы мүмкін. Не істейміз? Қанша рет өтуіміз керек? Бәрі біткенше нақты санын ешкім айтпайды. Осы сәтте ұзақ бойы үнсіз қалған Лойе сөйледі. Менде бір ой бар. Алдыңғы дұрыс жауаптардың бәрінің бір ортақ нәрсесі бар. Бірінші қызыл, екіншісі жасыл, үшіншісі көк есік болды. Мектептің бастапқы сыныптарында сурет пәнінен мұғалім бір оптикалық термин айтып, 3 негізгі түс туралы. 3 негізгі түс басқа түстерге бөлінбейтін базалық 3 түс. Яғни ақ-қараны есептемегенде қызыл және көк, олардан басқа барлық түстер алынуы мүмкін. Сондықтан менің пайымдауымша, мүмкін біз есіктерді дәл осы 3 негізгі түстен таңдауымыз керек. Осы түсінуден кейін Лойе үнсіз біздің жауабымызды күтті. Мен көп ойланбадым, бірақ одан ақылға қонымды нәрсе таппадым. Сөйтіп батыл түрде тұтқаны бұрып, көк есікті аштым. Үшеуі артымнан еріп, келесі 4-ші таңдау алдында тұрдық. Бұл жолы таңдаулар жасыл мен қара болды. Лойенің 3 негізгі түс туралы пікірін ақылға сай деп қабылдадық. Әрі қарай темір есіктер алаңында тұрғанда біз енді бөгелмедік. Осылайша біз қатарынан 50 есікті артқа тастап, ақыры 3-ші кезеңнің соңына жеттік.
Үшінші кезеңді сәтті аяқтағандарыңызбен құттықтаймын. Қазір тірі қалғандар 4 адам. Бұл кезеңнен біз тез өттік. Сондықтан соңғы тапсырмаға жарты сағат демалуға уақыт бердім. Қазір біз 4-еуміз өмір мен өлім байланысындамыз. Айтпақшы, алда соңғы сынақ. Мүмкін неліктен осы өлімнің ойынына қатысқандарымыз туралы бір-бірімізге айтып берерміз. Соңында кім аман қалса, қалғандарымыздың тілектерін орындауға көмектесе алар. Оның сөзінен кейін қалың үнсіздік орнады. Чен өзі бірінші болып сөйледі. Егер мен өлімге ұшырасам, біреулеріңіз менің тілегімді орындарсыздар. Чен аға, егер сондай жағдай болса, сенің үлесіңді мен сақтаймын. Шынында да көп нәрсе қажет емес. Маған тек 3 миллион керек. Бұл сөзді естігенде мен бірден қызығушылықпен сұрадым. Ал сізге 3 миллион не үшін керек? Ченнің бет-әлпеті өзгеріп, ол сәл ұялғандай көрінді. Шынымды айтсам, мұны айту ұят. Бәрі бұл бір әйелге байланысты. Мен оны жақсы көремін. Әрі көптен оған ғашықпын. Менің айлығым 4 мыңнан сәл асатын. Сыртқы түрімде онша емес. Ана мен әкем ерте қайтыс болды. Жақындарымның арасында ешкім мені сыйламайды. Тек сол әйелдің жанында ғана мейірімді сеземін. Оған бірде сені қалай өзіме қаратуға болады? Қанша ақша керек деп сұрадым. Ол 3 миллион деді. Менде оның тіпті оннан бірі де жоқ. Бірақ өз өмірімді қоятын болсам да, оған көмектескім келеді. Бұл сөзден кейін Чен аға жерден шыбық тауып алып, әйелдің жұмыс мекен-жайын және атын жерге жазды. Содан кейін жеңілдеп демалды. Мен де үндемей қалмай өз мұқтаждығым туралы айттым. Әкем құмар ойынға салынып, қарызға батқан. Кейін аты жөнін өзгертіп шетелге кетті. Қарыздарды төлеу бастағаннан кейін көп замай анам ауыр сырқатқа шалдықты. Ол ауыр дертке ұшырады. Барлық шығындар менің иығыма түсті. Мен оқуымды тастап 5 жерде жұмыс істедім, бірақ әлі де жеткіліксіз едім. Мен не істерімді білмедім, себебі көп ақша қажет болатын. Мен де жерге анамның жатқан ауруханасының аты жөнін жазып қойдым. Лойо менің шаршаған жүзіме қарап үнсіз ұзаққа дейін күрсінді. Ал сен ше, бұл жерге сен не үшін келдің дедім. Лойо бұл сөзді естіп басын түсіріп өзінің өткен өмірі туралы баяндады. Яғни ол жетім екен. 3 жасында оны балалар үйіне тастап кеткен. Бірақ ол өте мақсатшыл болған. Оқуын бітіре алмаса да, қабілетінің арқасында жақсы қызмет тауып, өзін-өзі жетелеген. Өкінішке орай балалар үйі қиын кезеңнен өткеннен кейін аумақ көлемі салдарынан оны құрылыс компаниясы бақылап, бірнеше айдан кейін бұзуды жоспарлап отыр. Лойо бұл көріністі көргісі келмеді. Бұл менің үйім. Ол балаларды қорғап, олардың адаспай, тыныш өсетін орны болуын қалайды. Бірақ ол тек кеңсе қызметкері болғандықтан үйді сатып алуға жеткілікті ақшасы жоқ. Сондықтан ол осында келген. Осы сөздерден кейін бір сәтте барлығымыз Тинтянға қарадық. Бұл 2-ші сыныптағы баладан неге өлім ойынына келгенін сұрадық. Тинтян жауап берді. Шындығында маған ақша керек еді, ойын-сауық паркіне бару үшін. Бұл сөзге үшеуміз таң қалдық. Үндемей алмай тұрмадық. Бұл әзіл ме? Тинтянның көздеріне жас келді. Барлық сыныптастарым барған, ал мен сынып ішінде жалғыз қалдым. Әкем бастауышта. Сыныпқа 10-қа кірсем барамыз деді. Параллель бойынша да бірінші болдым, бірақ әкем әлі ойын паркіне апармады. Әкем бізге бәрі қиын, көп жұмыс істеу керек, сондай нәрселерге ақша жұмсауға болмайды дейтін. Сонымен қатар ол үнемі анамды ұрып, бізді ессіз ысырапшылсыңдар деп айтатын. Бірақ мұндай отбасылық тарихты ести сала, ешкім балаға сөгіс айта алмады. Лойо жылап, тезірек Тинтянды құшақтап, оның басын сипап, жұбатып тұрды. 30 минуттан кейін ұйымдастырушылар бізді соңғы кезеңге апарды. 4-ші соңғы кезең – отты теңіз үстінен өту. Ойын басталған соң әр қатысушы әйнек-едені бар бөлмеге кіреді. Сол әйнек-еденнің астында жалын лаулап тұрады. Бөлмеге кіргеннен соң әркім өзіне бір тақта таңдап, тек сол тақтада тұруы керек. Ойын басталғаннан кейін өз тақтаңнан шығуға болмайды. Уақыт өте келе тақталар бір-бірлеп опырылып түседі. Ал соңында тек 4 тақта қалады. Құпияны іздемеңіздер. Тақталардың қалауы толығымен кездейсоқ. Бұл кезең тек сіздің сәттілігіңізді тексереді. Жеңімпаз сәттілік 300 миллионды иелен. Біздің алдымызда ұзақ жол пайда болды. Оны сымдардан өрілген тор қоршап тұрды. Мен терең тыныс алып, сол бөлмеге қарай бірінші қадам жасадым. Бірақ екінші қадамды жасамай жатып біреу айқайлады. Мен басымды бұрып қарасам, Лойоның өкшесі сым тордың саңылауына тұрып қалған екен. Оның өкшесі онша биік емес еді, бірақ қадам басу өте қиын болды. Лойо ойланбастан бірден аяқ киімін шешіп тастап, жалаң аяқ жүрмек болды. Сол сәттен кейін есімізге кеш түсті. Оның тыйымы аяқ киімді шешуге болмайтын еді. Өкінішке орай Лойо сол жерде қаза тапты.
Бұл жағдайдан соң бәріміз есеңгіреп қалдық, бірақ көп күтпей ойынды жалғастырдық. Үшеуміз ойын бөлмесіне кірдік. Чен аға бірінші болып таңдауын жасады. Содан кейін Тентян екеуміз өз тақташаларымызды таңдап, орнымызда тұрдық. Екеуміздің арамыз жақын еді. Сәлден соң әйнек тақталар бірінен соң бірі опырыласына бастады. Сол кезде Чен ағаның әйнек тақтасы сынып, жерге құлап, отқа оранды. Тентян қорқып жылап тұр, ал менің жүрегім аузыма тығылды. Өлім мен өмір арасында қалдық. Әйнектер бірінен соң бірі сына бастады. Тентянның тұрған жеріндегі әйнектің сынықтарын байқап, дереу оны өз әйнек тақтама тартып алдым. Сол мезетте дәл үлгердім. Сәлден соң бәрі опырылды. Тек мен тұрған тақта ғана сынбады. Аман қалғанымызға сене алмадық. Тентян екеуміз бір-бірімізге қарап жеңіл тыныстадық. Сол сәтте мен қорқынышқа қарамастан қиындықтарға бірге еңсеруге болатынын түсіндім. Құттықтаймын, жеңімпаздар, сендер аман қалдыңдар. 300 миллион ақша сендердікі. Еңбегімді бағалап арнаға жазылып лайк басуды ұмытпа.